Мен Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қажы Нұрмаханов атындағы номер 95 орта мектептің 10 сынып оқушысы Оразбай Жанел. Менің бүгінгі ғылыми жобаға келіп тұрған тақырыбым нейроқалпына келтіру технологы. Жалпы нейроқалпына келтіру технологы дегеніміз кім? Осыған жалпылама жауап беретін болсақ, бүгінде әлемде аутизм бар балалар саны күрт өсуде. Оларға тек педагогикалық қолдау ғана емес, мидың дамуын, сенсорлық жүйені, мінез-құлықты түзетуге бағытталған кешенді жұмыстар жасалуы тиіс. Қазіргі таңда бұл жұмыстарды бізде бөлек-бөлек мамандар атқарады. Яғни психолог, дефектолог, логопед, эпитерапевт осылар атқарады. Ал нейроқалпына келтіру технологы дегеніміз осы бағыттардың барлығын жасанды интеллектпен, VR технологымен, нейросенсорлық құрылғылар арқылы біріктіретін жаңа буын маманы болады. Жалпы бұл маман не жұмыс істейді? Нейроқалпына келтіру технологы бізде мидың белсенділігін бақылайтын құрылғылармен жұмыс істейді. Виртуал шындықты, яғни VR арқылы әлеуметтік дағдыларды дамытады және нейрожаттығу симуляторын қолданып, сенсорлық интеграция бағдарламаны құрастырады. Әр балаға жеке цифрлық нейро даму картасын жасап береді. Бұл медицина, психология және IT саласының тоғысқан мамандық болып келеді. Жалпы нейроқалпына келтіру технологияның пайда болу себептері. Жалпы осы Қазақстандағы аутизм бар балалар санына тоқталатын болсам, Қазақстанның ресми тіркелген аутизм бар балалар саны соңғы жылдары айтарлықтай өскен туралы деректер бар. 2020 жылы аутизм бар балалар саны шамамен 3060-тан басталса, 2024 жылға қарай шамамен 11 000 балаға дейін жеткені хабарлайды. Мамандықтың логикалық жүйесі мен негіздемесі, ғылыми зерттеулер мен дәлелдемелерге назар салатын болсақ, нейроқалпына келтіру технологияның тиімділігі бірнеше ғылыми зерттеулерде дәлелденген. 2025 жылғы зерттеулерде AI және VR технологиялар аутизмді ерте анықтауда және емдеуде тиімді екенін көрсетіп береді. Ерте анықтау тиімділігі AI технологияларының аутизмді ерте анықтауда 85%-ға дейін тиімділікті көрсетеді. Дағдылардың артуы роботик техника мен VR арқылы әлеуметтік дағдыларды 40%-ға арттырады. Және жаңадан зерттеулер 2025 жылғы зерттеулер бойынша технологиялардың тиімділігін растайды. Ресей және соттардың 2025 зерттеулер нейрофидбек терапиясының аутизм балаларда когнитивті функцияларды айтарлықтай жақсартқанын көрсетеді. Және бұл терапия ми активтілігін бақылау арқылы жүзеге асырады және де бағдарламаларды жаңа құруға көмектеседі. Балалар бейортада әртүрлі сценарийлерді қайталау арқылы нақты өмірде жақсы нәтижелерге қол жеткізеді. Аутизмге арналған нейроқалпына келтірудің маңыздылығына тоқталатын болсам, ең алдымен балаларға пайдасы. Тәуелсіздік дағдыларын қамтамасыз етеді, коммуникацияны жақсартып, өмір сапасын көтереді. Сонымен қатар қоғамдағы интеграция. Ал отбасына пайдасы қысымды азайту, қолдау жүйесін құру, ақпараттық қолжетімділік және қоғамды қабылдау. Қоғамдағы пайдасы инклюзивті орта құру, құнды мүмкіндіктерді ашу, сапалы қызмет көрсету және қоғамдағы түсінік.